Мен саған бүгін өмірімде тұңғыш рет ешкімге айтпаған сырымды түгел ақтармақшымын. Ішімде жылдар бойы жиналып іріп шіре бастаған бір шынайылық бар. Оны айтпасам, өзіме өзім дұшпан болып кететін сияқтымын. Ешкімге айтпаған дүниені айтып отырғаннан ақ шошыма. Өзімді жаман сезінбе. Кейде адам бейтанысқа, алыстағы жанға бәрін айтқысы келеді. Себебі онда сенен ештеңе күтпейді, сен де одан ештеңе күтпейсің. Сөздің салмағын көтеретін сол. Қараша айының суық желі есіп тұрған. Күн бұлттанып, үйдің айналасы қарауытып тұрған кез. Соған қарамастан, біздің үйдің іші думан, келін түсірген күн. Дәстүрімді жасап, шүкіршілік етіп қуанып жатқанбыз. Келін босағаны аттай берек, маған бір түрлі сезім келді. Мына қыз тым еркін, тым сенімді, тым үйреншікті. Бірақ жас қой деп ішімнен сылтау тауып қойдым. Келін келді, шай құйды. Үйдің бір бұрышынан екіншісіне емін еркін жүріп, өзіне ыңғайлы орын тауып алды. Бұрыннан осы үйді жақсы білетін адамдай. Бірақ менің жүрегім сол сәтте сәл тырс ете қалған, өзімде байқамай қалдым. Келін келген күннен кейін күйеуімнің мінезінде жаңа бір рең пайда болды. Мен оны 40 жыл бойы танып бітірдім деп ойлаушы едім, бірақ жоқ екен. Ол бұрын бала-шағадан ләззат алып, немерелерін құшақтап жүретін. Ал қазір біресе жылы, біресе суық. Баяғы көзқарасы жоқ, мені байқамайды, менің бар жоғымды сезбейді. Түнде үнсіз отырады. Шайды ішеді де, теледидарды қосып, көзін бір нүктеге қадап ұзақ отыра береді. Бірдеңе болды ма деймін? Жоқ, бәрі жақсы дейді. Жақсы болғанда қандай жақсы? Әйелдің жүрегі өтірікті 1 метр жерден ақ таниды. Бір күні күйеуінің телефоны түретті. Ол далаға шығып бара жатыр еді. Көрші кім екен деді. Өзі еш ойламай телефонды маған ұстата салды. Мен де ойланбастан ашық қалдым. Хабарламада бір әйелдің аты тұр, таныс емес. Неге оған әйел хабарласады деген ой келді. Бірақ дереу өзімді тоқтаттым. Саудагер шығар, клиент шығар деп. Бірақ әйелдің аты менің алдында күн сайын қалқып тұрғандай болды. Бос уақытта соны ойлап отырамын. Тіпті түнде ұйықтарда көзімнің алдына сол жазу келе береді. Әйелдің интуициясы босқа пайда болмаған, қарағым. Араға бірнеше апта салып, жеңгем келді. Шай ішіп әңгімелесіп отырмыз. Бір кезде ол сөз арасында жай ғана: «Әй, сен шын білмейсің бе күйеуіңнің тоқал алғанын?» Осы бір ауыз сөзбен менің 40 жылдық өмірімді аударып тастады. «Не? Қой» дедім. «Алланың құлай, білмеген екенсің ғой» деді. Менің жүрегім бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Қолымдағы кесем қалтырап кетті. Аузым құрғап, тілім күрмеліп қалды. Жеңгем әлі де сөйлеп тұр. Сол кезде ауылдың бәрі білетін, бәйбішесіне айтпаңдар деп жүгіріп жүретін. Қысқа ғана уақыт болды, бірақ мен оның сөздерін ести бермедім. Басыма қан теуіп, құлағым шымылдап кетті. Бұрыннан бір дүние сезілетін. Анау хабарлама, анау күйеуімнің тұйықтығы, бәрі шындық екен ғой. Бірақ мен үшін ең ауыр болған оның маған айтпағаны. Кешкісін күйеуім үйге кіргенде мен тура қарсы алдынан тоқтаттым. «Бір нәрсені сұраймын, шынын айт», ол үнсіз тұр. «Тоқал алғаның шын ба?» Ол жанарын төмен салды, ығы түсіп кетті. Үнсіздігі жауаптың өзі еді. Біраз уақыттан кейін ғана: «Иә, бірақ ол өткеннің ісі», деді. «Өткен» дейді. Бірақ өткеннің ізі қазіргі күнде шығып тұр емес пе? Бірақ сол кезде мен бәрінен бейхабар едім. Ал келін бәрін баяғыдан білген. Бір күні келін ас үйде тұр. Мен есіктің сыртында көкөніс ашып жатқанмын. Ол біреуге сыбырлап сөйлесіп тұр. «Иә апа, уайымдамаңыз, бұл үйдегі жағдайды біліп жүрмін». Мен жалт қарадым. Апасы? Сосын келін тағы айтты: «Иә, сізді тоқал деп атаған кездері естіп жүрмін». Сол сөзді естігенде аяқ астынан жел соғып, денемнен жанымды жұлып кеткендей болды. Мен ас үйге кіріп бардым. Келін шошып қарады, бірақ ұялу жоқ. Бір сәт қорыққандай болды да, қайтадан бет әлпеті ештеңе болмағандай қалпына келді. Ол бәрін біліп жүрген. Тіпті күйеуімнің бұрынғы тоқалы осы келінге таныс адам. Мүмкін туыс, мүмкін көрші.
Және олар мені мазақ етіп жүрген. Бәйбіше білмейді ғой деп. Сол түні көз ілмедім. Түн ортасында үйдің іші қараңғы, бәрі ұйықтап жатыр. Ал мен жастығымды құшақтап, көзімнен жас емес, жанарымнан от ағып жатқандай сезімде отырмын. Өмірімнің әр сәтін қайта қарап шықтым. Күйеуімнің мінездері, оның кейде жоғалып кететін күндері, оның кейбір сөздері, бәрі мағынаға ие болды. Мен өзімді ақмақ сезімдім. 40 жыл бойы адал болып, жанын беруге дайын жүріп, ең соңғы болып, құпияны біліп отырған мен ғана. Тағы да бір ой келді. Келін неге еркін? Неге бәрін біліп жүр? Неге мені менсінбей қарайды? Себебі ол өзіне сенімді. Ол осы үйдің құпиясын ұстап отыр. Ал мен ештеңе білмегенмін. Таңғысын далаға шықтым. Ауа салқын, көңіл суық, тынысым тар. Бірақ ішімде бір шешім пайда болды. Үйге кіріп, әдеттегідей шай қойдым. Келін ұйқылы ояу шықты. Мен оған жай ғана, «Қызым, сен бұл үйде ұзақ жүрмейсің» дедім. Ол сасып қалды. Көзінде әлгі баяғы еркіндік жоқ, сенімсіздік, аздап қорқыныш пайда болды. Мен оның бетіне тік қарап тұрып, «Құпия ұстап үйге келмейді. Әркімнің орнын білетін кез келеді. Сен бұл үйде көп тұрақтамайсың». Келін ештеңе демеді, бірақ ол түсінді. Күйеуім осы жағдайды сезді, жүзі күрсініп жүр. Бір жылы кеште маған, «Саған жамандық ойламадым» деді. Мен, «Айтпа, бәрі өтті. Өткеннің жүгі өзіне». Ол үндемей қалды. Екеуміздің арамызда бұрын болған жылулық енді жоқ. Қайта оралуы мүмкін бе? Білмеймін. Бірақ бір нәрсені анық түсіндім. Мен енді ешкімге сенбеймін. Менің арқа сүйетінім өз жүрегім ғана. Келесі күндері келін бұрынғыдай жүрмейді. Бір тұйық, бір сескенген. Бір қарасаң, бірдеңені ойланып отырады. Мен оған қатты сөз айтпаймын, ұрысқамаймын, бірақ үйдің салмағын сездіріп тұрамын. Ол бұл үйге жеңіл-желпі келмегенін енді түсінді. Ауыл деген жаңалықтың саяси орталығы, бәрі біледі, бәрі естиді. Бір күні баяғы тоқалдың көрші ауылда тұратынында естідім. Сол ауылдың бір-екі әйелі, «Ей, бұрын сенің күйеуіңнің» деп бастаса, мен, «Білмеймін, білгімде келмейді, өткенді қозғамаңдар» дедім. Бірақ сөз бәрібір миға сіңіп алады. Бір күні жалғыз отыр күйеуімнің маған өтірік айтқан күндерін еске алдым. Ол бірге жұмысқа барамын деп кеткен, бірде жиналысқа, сөйтсем, сол кезде тоқалына барған екен. Ол әйелмен бірге тұрған күндері болған екен. Осы ой жүрегімді шымшып өтті. Дегенмен, менің жүрегім жұмсақ, өзімді тоқтаттым. Болды, өткен кетті. Құдайдың жазуы шығар. Бірақ бұл сөздерді өзіме айту үшін 1 сағат отырдым. Бір күні келіннің шешесі келді. Сол әйелдің аузына қарап, мен бәрін түсіндім. Ол әйел күйеуімнің бұрынғы тоқалымен жақын құрдас екен. Олар бір ауылда өскен. Ол тоқал кезінде осы әйелге жылап, момын шағып жүріп, бәрін айтып отырған. Сол құпиялар келіннің құлағына жеткен. Сол үшін келін осы үйге түсіп алып, өзін құпияның иесі ретінде сезініп, еркін жүрген. Өзін жоғары қойған, менен қорықпаған. Мен келінге соңғы рет айтты. Бұл үй құпияның үстіне салынған үй емес. Әркім өз орнын біледі. Сенің де орнымды көрсетемін. Келін басын төмен салды. Мен оның көзінен, мен бұл үйде ұзақ жүрмеймін ау деген сезімді оқыдым. Бәлкім мен қатал көрінермін. Бірақ балаң. Өмір адамды кез келген күнде сынайды. Мен бір нәрсені түсіндім. Үйдің құлағын әйел ұстамаса, үйдің ішінде біреу құпияны ұстап тұра береді. Мен оған жол бермеймін. Келін кетсе, кеткен шығар. Күйеуімнің өткен күнін кешірсем, өзім үшін кешіремін. Бірақ бір нәрсені анық білдім. Мен әлсіз емес екенмін. Мен осы үйдің тірегі екенмін. Менсіз бұл үйдің күні қараң екен.